Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламаны ары қарай қызықты бейнематериал жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Гүлнар Жұмабайқызы қазақ публицистикасына 1993 жылдары келген журналист. Алғашқы кезден ақ қаламгерлер көп бара бермейтін экономика тақырыбына қалам тербеп, әріптес аға буынның үмітін арқалады. Бүгінде республикалық қоғамдық саяси айқын газеті саясат және экономика бөлімінің редакторы Гүлнардың жақында өмір өткелдері атты кітабы жарық көрді. Бұл о баста мақсатты түрде жасалған дүние. Өйткені бұның бір кезеңде ғана айтып қоятын емес. Бұл жерде бұл кітапқа енген қазақтың халқының өте ірі тұлғалары, осы ірі тұлғалардың өмірі, қалыптасу кезеңі, мына қоғамдағы орны және осы қоғам туралы, қазақтың болашағы туралы ол кісілердің кесек-кесек ойлары осы кітапқа еніп отыр. Бұл кітаптың құндылығы сол тұлғаларды сөйлете отырып, біз еліміздің болашағын қандай болу керек екен, жастар неге көңіл бөлу керек екеніне мән бердік. Сондықтан да бұл кітаптың салмақтылығы сонда болып тұр деп ойлаймын. Бұған дейін 2011 жылы ел тірегі экономика атты кітабы мемлекеттік тапсырыспен оқырманға жеткен Гүлнардың бұл жолғы еңбегі де министрліктің қолдауымен 5000 таралыммен жарық көрді. Мұның өзі кітаптың маңыздылығын білдірсе керек. Журналистердің кітабын 2 жылда, 3 жылда жиірек мемлекеттік тапсырыс аясында тапсырыспен шығып тұрғаны журналист үшін де, оқырман үшін де өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде журналистер күнделікті мықты кейіпкерлермен көзбе-көз кездесіп жүр. Ал оны газетке беру бір бөлікте, оны газетке беру алғалы кітапқа ете аралық дүние жазу ол екінші нәрсе. Осы тұрғыдан алғанда Гүлнардың кітабы құнды, мәнді және маңызы өте зор деп ойлаймын. Бізде осындай бір кітаптарды шығарсақ, осындай сұхбат алсақ, осындай дүниелерге қол жеткізсек деген бір үміт пайда болады екен. Осындай биіктерге біздің қанатымызды ұштап, осындай бір апалық біз ұстаздық қасиетін көрсетіп жүрген Гүлнар апайымызбен әрқашан мақтанамыз. Осындай кітаптары көп болсын, әрқашан қазақтың маңдайына біткен тұлғаларды сөйлетіп, тірі кезінде тарихқа айналдырып жүрген апайымызға үлкен алғыс білдіреміз. Әріптестері осылай жоғары баға беріп отырған Гүлнар Жұмабайқызының алдына қойған мақсаттары ұшан теңіз. Ол алдағы уақытта аталмыш басылым бетінде тың айдар ашып, қазақ қоғамына қажетті тақырыптарды қаузамақ. Біз осы біраздан бері жаңа жобаны жүзеге асырып жатырмыз айқын газетінде. Ол біздің ауыл деген айдармен шыға бастаған болатын. Қазір мына елбасының туған жерге туың тік деген бағдарламасы бар ғой. Сол туған жерімізге қарай мойын бұру, сол елдің жағдайын түзету, елден шыққан белгілі кәсіпкерлер, белгілі тұлғалардың сол елге қарай мойын бұруы, ауылдың жағдайын жақсарту үшін сол қазір сол айдарымыз туған жер деген айдар бойынша шыға бастады. Публицистиканың жауынгер жанр екені қаламгерлерге аян, ал сол қиын әрі күрделі саланың жүгін қайыспай көтеріп жүрген әріптеске, жас журналистерге үлгі болып, жазарыңыз көбейе берсін деген тілек білдіреміз. Нұрболат Абайұлы, Станислав Фролов, Жаңа күн.